Армысыздар қазақ елі. Мен Әбен Мейіржан Нұрмаханұлы, Қазыбек би атындағы нөмірі 36 мектептің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пән мұғалімімін. Сіздерді келіп жеткен тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтай отыра, осынау өлең жолдарын оқуға рұқсат етіңіздер. 29 жыл азаттық, өзімізді құрсаудан да босаттық. Ақтадық біз ата-баба үмітін, қолда қазір көкту менен бостандық. Желтоқсанның қанды суық ызғары, қалың әскер қазағымды қорлады. Тәуелсіздікті қолдаған жастардың отан үшін табандары тозбады. Болмасам да сол кезде мен сеземін, жүректе намыс оты сөнбегенін, ызғарына аяздың төзгендерін, бұл күннің оңайлықпен келмегенін. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі, тату болып халқымыз әрқашанда, кетпесін туған елдің берекесі. Сонау ғасырларда ата-бабамыздың қанымен келген тәуелсіздік біз үшін де, келешек ұрпақ үшін де болғай. Тәуелсіздік күніне арналған челленджімізді мектебіміздің информатика пән мұғаліміне жолдаймын. Мен Перизат Тұрсынқызы тәуелсіздік мерекесіне орай мұғалімдер арасында ұйымдастырылған челленджді алғашқы әскери пәннің мұғалімі Әбен Мейіржаннан қабылдап алдым. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 29 жыл толып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркеюіне аянбай еңбек етіп жүрген қазақстандықтарды тәуелсіздік мерекесімен құттықтағым келеді. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды, беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Тәуелсіздік тұғыры биік тұлғасын, жырласын сені барша қазақ жырласын. 91-де егемен еркін болып ек, өте шықты бүгіндері 29 жыл қырдасып. Ұзағынан болсын биік тәуелсіздік тұғырлы, соғыс өрті жауламасын егемен еркін елімді. Бақытқа толы, мейірге толы шат күлкі, кетпесінші өскелең ұрпақ келбетінен бүгінгі. Осы челленджді өзін-өз тану пәнінің мұғалімі Макиза Жанатқызына жолдаймын. Здравствуйте, я Канатова Макиза Жанатовна, принимаю челлендж от Перизат Турсунқызы, учителя информатики. Я люблю свою страну и горжусь я ею. Казахстан, моя земля, нет ее роднее. Передаю челлендж учителю английского языка Махпал Аманқызы. Oh Kazakhstan, I'm in love with you. Remember Kazakhstan, you're great, not in the field of battles past, but in the garden fields free of dust. I love you deeply, dear land, your hills and rivers sand on strand, your songs and dances, your lakes and seas, your bees and fish, birds and trees. Your sunrise is a splendid sight, which gives me always such delight. My Kazakhstan, you are my life that is so happy in your white, an endless, awesome, heavens high, that gives fertile soil its light. Beneath the green sunlight, my life, so vast and marvelous and grand, the spirits of your fathers shall start from every blade. For the steppe was their field of fame, and the steppe was their grave. My independent Kazakhstan, so many battles have been won to make you equal to others. Now, many countries are like brothers to you, my dear motherland. You said to the neutron bomb, you know, we are peaceful. You are peaceful land, we know. You said to neutron bomb, you know. Now you are a friend for every stand, with President wise and great. The glorious flag of Kazakhstan will always wave and shine. We love you, dear Kazakhstan, your lakes and hills and skies and rivers, your fame and people and your spirit, your finest future, we believe in it. Thank you. Мен Хайрулла Раймарат қызы тәуелсіздігіміздің 29 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан челленджді Мұстағалиева Мақпал Аманқызынан қабылдап алдым. Желтоқсан ызғары.
алтыныңды айыр бастап қолаға, отаныңды айналдырсам оламын. Өз тілімді босаға лақтырып, өз елімді күн кешуге боламын. Сол кездегі желтоқсанның аспаны бір сілкінді қайран жалын жастарын. Үнсіз қалса намыс өлер еді ғой, намыс өлсе не керек бастан. Сен қазағым шынымен менің ұлысың, ертең жайлап ата туған күн үшін. Ол қызымның қаны судай шашылды, бас алаңда басын тігіп түріпшін деп челленджді ағылшын тілі пәні мұғалімі Сулейманова Жанар апайға жолдаймын. Здравствуйте, я учитель английского языка. Мы участвуем в челлендже. Я принимаю этот челлендж от Хайрула Арай Махсатхаза. Пользуясь этим моментом, хотела всех поздравить с Днем независимости Казахстана. Kazakhstan is my country. Kazakhstan is my land. Here live my family. We are the best. I was born in Kazakhstan. My native land is big. I live it very much. And I congratulate my country, Kazakhstan, with main holiday. I wish you peace and love. Я передаю этот челлендж Железняковой Виктории Юрьевне. Здравствуйте, меня зовут Железкова Виктория Юрьевна. Я учитель начальных классов, и я участвую в челлендже, который приняла от Сулеймановой Жанар Бахадыровны. У каждого человека есть свой день рождения, и у нашей страны он тоже есть. 16 декабря все казахстанцы отмечают праздник День независимости. И я хочу поздравить нашу страну. Независим наш Казахстан, но значит могуч и силен. Мы одна из успешных стран, ведь в страну свою каждый влюблен. Пусть счастливым наш будет народ, пусть удача сопутствует нам, чтоб не знали мы бед и невзгод, чтобы шли к своим целям, к мечтам. Поздравляю нашу страну и передаю этот челлендж Шайтасовой Аделе Эриковне. Здравствуйте, я Шуйтасова Аделя Еркызы, я учитель начальных классов и принимаю участие в челлендже, посвященному Дню независимости Казахстана 16 декабря, и принимаю эстафету от Железковой Виктории Юрьевны. Желаю веселиться неустанно, ведь праздник нынче выдался великий. С Днем независимости Казахстана, пускай кругом сияют счастья блики. Хочу, чтобы государство процветало и жило мирно, благостно и дружно, из года в год крепчало и мужало, всех искренне я поздравляю и радушно. И передаю свою эстафету Мустафа Нуриле Сулейман кызы. Принимаю эстафету от учительницы начальных классов Аделя Еркызы. My Kazakhstan, you are my life that is so happy in your white, and endless awesome heavens high that gives to fertile soil its light. Congratulations with Independence Day of the Republic of Kazakhstan. Передаю эстафету учительнице музыки Халиде Халмуратовне. Я приняла челлендж от учителя английского языка Нурилы Сулейменовны. Казахстан – это имя страны, Казахстан – это имя весны, Казахстан – это имя свободы, Казахстан – это солнечный свет, Казахстан – это крылья побед. Расцветай и будь прекрасной, наша древняя земля, пусть живут твои народы, как единая семья. Передаю челлендж учителю информатики Абдимурату Абдуманаповичу. Мен бұл челленджді музыка пәні мұғалімі Магоматова Халида апайдан қабыл алдым. Тәуелсіздік елімде бақыт құсы самғап ұшты көгімде. Қазақ деген ғазап халқы қашаннан, көк бөрімнің ұрпағымыз тегінде. Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған тәуелсіздік таңдары. Бақ береді баршаға көк туымды қолыма. Бүгін берік ұстадым түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. Өзімізді құрсаудан да босаттық, ақтадық ата баба үмітін. Қолда қазір көк тумен бостандық, желтоқсанның қанды суға ызғары. Қалың әскер қазағымды қорлады, тәуелсіздікті қолдан жастардың отан үшін табандары тозбады. Мен бұл челленджде информатика пәнінің мұғалімі Касимов Абдумурат Абдумановичтен қабыл алдым. Тәуелсіздік, еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда өзегімде жоқ шермің, кеше сенің келбетіңді арман ғып, боданында бұғауландық басқа елдің
бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарынан жас бердің. Вай, еркіндік қош келдің. Өзегімді өрт қораған қоғамда, өз үйімде өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүр алмасы алталаш, азаттығым қадірде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті, аманат қой маған саған оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалын ат жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бе ең соңғы. Вай еркіндік құның немен өлшенді, вай еркіндік құның немен өлшенді. Сені көксеп озақтарым өлсөлді, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымды өлшеулі. Бұл челленджімізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 29 жылдығына арнадық.